Сіз кішкентай кезіңізде ерке болып өскен шығарсыз. Мен біздің отбасымызда 8 қыз 2 ұл болып дүниеге келдік. Ол 4 қыздан кейінгі ол мен. Бұлай енді қырағылық жағынан, сезім жағынан бәлкім тұңғыш ұл болғандықтан маған деген ата-анамның сезімі басқашалау болды әрине. Бірақ дей тұрғанмен әкеміз өте әділ да мінезі қатқылдау адам болды. Анамыз ол кісінің қасында аса көп сөйлей бермейтін, ол кісі өзінің шаруасымен жүретін. Әкеміз содан кейін күнде таңертеңнен кешке дейін біздің қасымызда жоқ. Таңертең ол кісі кетеді қызметіне, әкеміз келе жатқанда анамыз әкелерің келе жатыр дейді. Ол біз үшін, білмеймін, бүгін сіздерді кіммен қорқытуға болады? Баяғыда біз ұстаздарымыздан да қорқатынбыз, сыйлағандықтан. Бүгін сіздерді қорқыту қиындау болар, кім келе жатыр десе дағы. Бірақ ол кезде әкеміздің келе жатуы біз үшін үлкен бір жауапкершілік еді. Үйдің үшін қыздарымыз тазартады, біз жаңағыдай әлгі үсті басымызды дұрыстап, сөйтіп отыратынбыз жинақы болып. Әкеміз сол қас қабағымен бір қарап, қалайсың балам? Неғып деген сұрағына біздегі бірден жауап қаталмай кәдімгі ойланып барып жауап беретінбіз. Сондықтан ерке болып өстім десем өтірік. Бірақ еркелетпеді десем, ол да өтірік болып шығады. Сондықтан ұлдың орны ата-ана үшін бөлек болды дағы, қыздарға қарағанда менің сәл дәрежем биіктеу болды. Отбасында.